Сабақ. Сәлем балалар. Сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қояйық. 47-ші тапсырма. Балалар, мен сендерге тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Сендер видеоны тоқтатып тұрып, немесе видеоны басынан бастап көріп, тапсырмалардың жауаптарын жазып алсаңдар болады. 47-ші тапсырма. Өлеңді мәнерлеп оқы. Ғылым жолын таңдаған, мұратына танбаған, қараңғыда халқына жарық іздеп талмаған, сан өлкені барлаған, тарих терін шарлаған, ақылы мен білімін туған елге арнаған. Несіпбек Айтов. Шоқан не туралы не білесің? Шоқан Уәлиханов ұлы ақын, жазушы және өз еліне еңбегі сіңген тұлғалардың біреуі болып келеді. Х әрпі бар сөздерді теріп жаз. Х әрпі бар сөздер: халқына, тарих. Сол сөздер. Х әрпі бар сөздер. Өлеңнен өзіңе мағынасы түсініксіз сөздерді тауып көр. Сол сөздердің мағынасын түсіндірме сөздіктен біліп ал. Бұл жерде өлеңде мағынасы бейтаныс сөздерге танбаған және басқа сөздердің барлығы түсінікті. 48-ші тапсырма. Мақалды жатқа жаз. Балалар, мақалды жаттап алып, кітаптың бетін жауып тұрып, жатқа жазамыз. Халықтың ортақ үйі отаны, қаһарлы ел қамал бұзады. Мақалдардың мәнін түсіндір. Халықтың, әрбір ұлттың өзінің үйі, ол өзінің отаны болады. Біздің отанымыз Қазақстан. Қаһарлы ел қамал бұзады. Қаһарлы ел қамал бұзады. Осы мақалдың жауабын комментарияға жазып кетейікші балалар. Түсіндірмесін. Қалай ойлайсыңдар, қаһарлы ел қандайша қамал бұзады? 49-ші тапсырма. Суреттерге қара. Бірінші суретте балалар кітапханадан кітап алып шығып келе жатыр. Екінші суретте кітапханаға кітап өткізіп жатыр. Кітапханадан кітапты қандай жолмен табасың? Кітап авторларының көрсеткішін пайдаланасың ба? Бірлесіп талқылап көріңдер. Кітапханадан кітаптарды кітапханашы арқылы табамыз. 50-ші тапсырма. Жаңылтпашты жатқа айт. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Балалар, түсінбеген тапсырмаларың болса, комментарияға жазып кетіңдер. Мен сендерге міндетті түрде жауап беремін.